Барлықтарыңызға сәлем. Біздің бүгінгі тақырып логикалық операцияларды қолдану. Ұлттық бірыңғай тестте осы тақырыпқа байланысты сұрақтар жиі кездесіп жатыр. Сол себепті бүгінгі сабағымыз теориялық және практикалық бөлімнен тұратын логикалық операцияларды қолдану тақырыбы. Бізде бүгін конъюнкция, дизъюнкция, инверсияны логикалық операцияларын қолданып, ақиқат кестесін құрып үйренеміз. Сол себепті бірінші біз қазір теориялық бөлімге тоқталып өтейік. Осы тақырыпқа байланысты терминдермен танысайық, одан кейін барып логикалық операциялар көшеміз. Логика сөзі гректің логос сөйлеу, түсіндіру, логос ақыл, ой деген сөздерінен алынған. Логика дұрыс ойлаудың заңдары мен ережелері туралы ғылым. Аристотель алғаш рет логиканы жүйелі түрде зерттеп, ойлаудың негізгі формаларын жасады. Ойлаудың негізгі формаларына түсінік, пікір, ой қорытындылауды жатқызуға болады. Осылайша формальды логика пайда болды. Формальды логика ой формаларын ұғымды пайымдауды, ой түйіндеуді, дәлелдеуді логикалық құрылымдық жағынан, яғни ойдың нақты мазмұнына мән бермей, осы мазмұн бөліктері байланысының тек жалпы тәсілін жіктей отырып зерттейтін ғылым. Формальды логика Аристотельдің еңбектерінен басталады. Жаңа айтып өткеніміздей, ойлаудың негізгі формалары үшке бөлінеді: түсінік, пікір, ой қорытындылау. Түсінік дегеніміз нысанның нақты белгілерін тіркейтін ойлау формасы. Пікір нақты заттарда қасиеті туралы жалған немесе ақиқат екендігін айтылатын ойлау формасы. Ой қорытындылау бір немесе бірнеше пікірдің көмегімен жаңа пікір туғызатын ойлау формасы. Ақиқат кестесі дегеніміз қарапайым пікірлерден құрылған, күрделі пікірлердің барлық қабылдайтын мүмкін болған мәндерін көрсететін кесте. Ең алғашқы логикалық операция конъюнкция. Екі немесе одан да көп пікірді және жалғаулау көмегімен біріктіру амалы логикалық көбейту немесе конъюнкция деп аталады. Конъюнкция табиғи тілде және жалғауына сәйкес келеді. Логикалық көбейту экранда көрсетілген символмен өрнектеледі. Логикалық көбейту мәні екі пікірде ақиқат болғанда ғана ақиқат болады. Яғни кестені қарайтын болсақ, бізде А және Б дегеніміз айнымалар. Үшінші бағанда көрсетілген бұл екі пікірдің конъюнкциясы. Егер екеуі де жалған болған жағдайда, жалған дегеніміз 0, ақиқат дегеніміз 1. Екеуі де жалған болған жалған, бізде жаңа анықтамада айтып өткендей, екеуі де ақиқат болған жағдайда ғана ақиқатты қайтарады. Қалған жағдайдың барлығында жалған деген мәнді қайтарады. То есть екі пікірдің біреуі жалған болса жеткілікті, онда ол автоматты түрде жалған болып кетеді. Екінші логикалық операция бұл дизъюнкция. Екі немесе одан да көп пікірді немесе жалғаулау көмегімен біріктіру операциясы деп аталады. Дизъюнкция табиғи тілде логикалық қосу немесе жалғауына сәйкес келеді. Логикалық қосу экранда көрсетілген символмен өрнектеледі. Бұл жерде логикалық қосу мәні екі пікірде жалған болғанда ғана жалған болады. Кестені қарайық. Кестеде көріп тұрсыздар, екі пікірде жалған болған жағдайда ғана жалған болады. Қалған жағдайдың барлығында ақиқат мәнін қайтарады. Бұл жерде қараңыздар, алғашқы пікір немесе кейінгі пікір ақиқат болған жағдайда немесе деген сөз қолданып тұр. Ортасында екі пікірдің біреуі кемінде біреуі ақиқат болған жағдайда ақиқат мәніне тең болады. Үшінші бағанда көрсетілген бұл дизъюнкция. Келесі логикалық операция бұл инверсия. Емес жалғауының көмегімен пікірді теріске шығару амалы логикалық теріске шығару немесе инверсия деп аталады. Инверсия табиғи тілде дұрыс емес теріске шығару сөздеріне және емес жалғауына сәйкес келеді. Логикалық теріске шығару экранда көрсетілген символмен өрнектеледі. Енді кестені қарайық. Кестеде көрсетіп тұр, егер ол жалған болған жағдайда инверсиядан кейін ол ақиқат болады, немесе ақиқат болған жағдайда оны жалғанға ауыстырады. Енді осы логикалық операцияларының орындалу ретіне тоқталайық. Біріншіден математикадағыдай жақшалар орындалады, одан кейін инверсия, одан кейін конъюнкция, одан кейін дизъюнкция. Қазір практикалық бөлімде есеп шығару кезінде осы логикалық операциялардың орындалу реті өте мұқият болуымыз керек. Кесте құру. Біз жаңа айтып өткеніміздей, есеп беріледі, сол есепке ақиқат кестесін құрамыз. Ақиқат кестесін құру кезінде қанша бағаннан және қанша жолдан тұратынын анықтау үшін бізге екі формула көмектеседі. Жол санын анықтау үшін 2-ның n дәрежесі плюс 1, ал баған санын анықтау үшін n плюс o. Бұл жердегі n және o дегендеріміз не ол? Біріншіден n айнымалы саны, o амалдар саны. Қазір бұны да
практикалық бөлімде көрсететін боламын, қалай кестені құру керектігін. Бүгінгі сабақтың теориялық бөліміне қорытынды жасайтын болсақ, бізде конъюнкция дейміз, логикалық көбейту. Ол жаңа сабақта айтып өткенде тек қана жоғарыға бағытталған бағыттауышпен белгіленбей, одан бөлек and кілттік сөздің қолдануы да мүмкін, немесе амперсант белгісі және математикадағы көбейту белгісінде қолданып келуі мүмкін кітаптарда есеп шығару барысында. Дизъюнкция дегеніміз ол логикалық қосу. Төменге бағытталған бағыттауыш болмай, оның орнына or кілттік сөздің қолдануы да мүмкін, немесе тік сызық және математикада бөлуді де қолдану мүмкін. Әрі қарай инверсия бұл логикалық теріске шығару. Оның шартты белгісін көрдіңіздер. Ұлттық бірыңғай тестте немесе кітаптарда кейде осы инверсия айнымалының ішінде келмей, оның алдында келуі де мүмкін. Екеуі бір мағынаны білдіреді. Қазір практикалық бөлімде көрсететін боламын. Немесе жаңа инверсия белгісінің орнына not кілттік сөзін қолдану мүмкін, немесе lib белгінде қолдануы мүмкін. Енді практикалық бөлімге өтейік. Практикалық бөлімге мен 3 есеп алдым. Осы 3 есептің негізінде қазір қалай ақиқат кестесін құру керектігін үйренетін боламыз. Біріншіден бірінші есепке тоқталайық. Бұл жерде жаңа дәріс барысында білесіздер, жол санын анықтау үшін біз 2-нің n дәрежесі плюс 1 деген формуланы қолданатын болсақ, 2-нің n дәрежесі бұл жерде n айнымал саны. Бұл жерде айта кету керек, есеп барысында бір айнымал 2 рет қайталанып келсе, яғни есептің ішінде айнымалысы 2 рет кездессе, ол тек 1 рет деп есептеледі. Яғни айнымалының айырмашылықтарына қарай санауымыз керек. Бізде есепте қазір а және б айнымалысы бар, 2 айнымал бар, яғни 2-нің 2 дәрежесі 4 плюс 1, ол тең болады бізде 5-ке. Әрі қарай баған санын анықтаймыз. Баған саны n деген жаңа айтып өткенде айырмашылық бойынша айнымал саны бізде 2 плюс операциялар. Қараңыздар, инверсия а айнымалысының алдында инверсия ол 1, одан кейін жақшаның өзі 2, сосын жақшаны біз инверсиядан шығарамыз, 3 амал бар. 2 плюс 3 тең болады 5. Енді осыдан кесте құрайық. Кесте құратын кезде сіздер уже бізде жол саны белгілі, жол саны 5, баған саны тоже 5 құрамыз. Енді оны қалай толтырамыз? Бірінші біз айнымалыларды жазып аламыз, а және б. Әрі қарай орындалу реті бойынша амалдарды жазамыз. Бірінші амал бізде а айнымалысының инверсиясы. Мына бөлігін аламыз, қоямыз. Екіншісі бізде осы жақшаның өзінің орындалуы а инверсия мен б айнымалысының арасындағы дизъюнкция. То есть біз алдын тұрған инверсияны алмаймыз. Әрі қарай үшінші осы жақшаның өзінің инверсиясы. Соңғы орындалған амалдың инверсиясы. Бұл жерде сіздер толық формуланы алып қойсаңыздар болады. Немесе осы формуланың орнына ол f-ке тең болғандықтан f тең деп жазып кетуге, f-ті ғана жазып кетуге болады. Өзіңізге қайсысы ыңғайлы, соны қолдана берсеңіз болады. Енді біз осы кестеге сәйкес ақиқат кестесін құруымыз керек. Ол үшін біз жаңағы а және б айнымаларының мәндерін көрсетуіміз керек. Оны қалай құруға болады? Ол үшін 0 және 1 цифрларын қолданып, өсу ретімен сандарды жазсаңыз болады. Яғни қараңыздар, 2 таңбалы сандарды жазсақ. Бірінші 0 болады. Одан кейінгі 0 мен 1-ді цифрды қолданып, одан кейінгі үлкен сан бізде 0 мен 1, одан кейін 1 мен 0, сосын 1 мен 1. Олай қарап тұрсаңыз, біріншісі 0, одан кейін 1, одан кейін 10, одан кейін 11. Екілік санау жүйесіндегідей. Енді логикалық операцияларды орындайық. Ол үшін бізде бірінші операция а айнымалысының инверсиясы. Яғни бізде а бағаны бар, сол а бағандағы мәндерді теріске шығарамыз. Жаңа алдын ала көрсетілген кестеге сәйкес. Мен қазір белгілеп алайын, шатысып қалмау үшін, өзімізге жеңіл болу үшін, шатысып қалмау үшін осы бағанды белгілеп аламын. Сары түспен. 0 инверсияда бізде 1-ге тең. Инверсия естеріңізде болса, оны емес қарама-қарсы мәнді шығаратын болады. Тағыдан айнымалысында келесі 0, ол да 1 болады. 1 дегеніміз 0 болады, әрі қарай тағыдан 0 болады. Яғни біз мына а айнымалысында бағанның инверсиясын жаздық. Әрі қарай а инверсияның б айнымалысына дизъюнкциясы. Бұл кезде біз логикалық қосуды орындайтын боламыз. Қазір мына бағанды қайта орнына келтірейін. Әрі қарай бізде
А инверсиясының, яғни мына бағанның, белгілеп алайын, Б бағанына дизъюнкциясы, яғни логикалық қосуы. Бұл кезде біріншіден 0 мен 1 бізде логикалық қосу бойынша 1-ді береді, 1 мен 1 1-ді береді, 0 мен 0 0-ді, әрі қарай 1 мен 0 1-ді береді. Әрі қарай f дегеніміз естеріңізде болса, мына толық формуланы есептейміз. Яғни бізде мына екінші амалдың инверсиясы. Бұл жерде, яғни мына бағандарды өшіреміз. Енді осы бағанның инверсиясы шығарамыз. Екінші логикалық операцияның инверсиясы бізде 1-дің инверсиясы 0, 0, 1 және 0. Яғни ең соңғы есептеу керегі бізде ол осы жақшаның инверсиясы болатын. Жауабы экранда көрсетіліп тұрғандай болады. Соңғы нәтижесі 0, 0 және 1, 0. Келесі есепке көшейік. Келесі есепте де біз жол санын анықтайық. Жол санын анықтау үшін бізде 2-ның n дәрежесі плюс 1. Бұл жерде n деген жаңа айтып өткеніміздей, айнымалыдағы айырмашылық саны A, B, C әрқайсысы жеке-жеке айнымалы болғандықтан n бізде 3-ге тең. Жазып алайық. n тең 3. Сәйкесінше 2-ның 3 дәрежесі 8 плюс 1 тең болады 9. Әрі қарай баған санын анықтаймыз. Жаңа айтып өткенде n 3-ге тең. Әрі қарай операция амал саны бізде жақшаның ішінде бір амал бар, жақшаның сыртына нәтижені шығаратын екінші амал бар. Яғни бізде o 2-ге тең. n мен оның қосындысы, яғни 3 плюс 2 тең болады 5. Енді кестені сызайық. Бізде жол саны 9 жолдан тұрады. Мұнда 8 көрсетілген. Сайт таблица арқылы сызайық. Жол саны бізде 9, ал баған саны 5. Сызамыз. Кесте дайын. Енді осы кестені толтырамыз. Бірінші жаңа айтып өткенде айнымаларды жазамыз. Б, С. Әрі қарай орындалатын логика операторларды көрсетіңіз. Біріншіден жақшаның іші орындалады. Әрі қарай толық осы формул есепті шығарамыз. Яғни барлық орындалу керек. А, Б, С бұл жерде жаңағыдай 2 айнымал емес, бұл жерде уже 3 болды. Сол себепті де біз жаңа 0 және 1 цифрларын қолданып 3 таңбалы сандарды өсу ретімен жасасақ болады. Бірінші 0, 0, 0. Келесі осы 3 таңбалы 0 мен 1 цифрларын қолданып жазуға болатын 3 таңбалы сан ол 0, 0, 1. Әрі қарай 0, 1, 0. Барлығы өсу ретімен келе жатыр. Келесі 0, 1, 1. Әрі қарай 100. Кейін 1, 0, 1. 1, 1, 0. Және 1, 1, 1. Жаңа айтып өткендей, 0 және 1 цифрларын қолданып, 3 таңбалы сандарды өсу ретімен жасаңыз, осы мәндерді жазудан қателеспейсіздер. Енді логикалық операцияларды орындап басайық. Бірінші бізде А және Б айнымаларының пікірлерінің дизъюнкциясы. Бұл кезде бізде А бағаны белгілеп алайық, және Б бағаны. Осы екі бағанның дизъюнкциясы. 0 мен 0 бізде 0-ге тең, 0 мен 0 тағы да 0-ге тең, 0 мен 1 дизъюнкция бойынша 1-ге тең, 0 мен 1 тағы да 1-ге тең, 1 мен 0 1-ге тең, 1 мен 0 тағы да 1-ге тең, әрі қарай тағы барлығы 1-ге тең. Келесі амал С айнымалысының біздің бірінші амалымызға конъюнкциясы, яғни мына баған мен мына бағанның конъюнкциясы. Мына екі қатарды өшірейік. Қазір белгілеп алайық, шатысып қалмауымыз үшін. С қатар. Енді осы екі қатардың конъюнкциясы. Конъюнкция білесіздер, логикалық көбейту. 0 мен 0-дің көбейтіндісі 0, 1 мен 0 0 болады, 0 мен 1 0 болады, 1 мен 1 бізде 1-ді береді. Конъюнкция бойынша 0 мен 1 0-ге тең, 1 мен 1 конъюнкция бойынша 1-ге тең, 0 мен 1 бізде 0-ге тең, және 1 мен 1 1-ге тең. Осылайша біз есептің жауабы, есептің ақиқат кестесі экранда көрсетілген болады.
Енді үшінші есепті шығарайық, сонымен сабағымызды қорытындылайық. Үшінші есеп бізде жол санын анықтайық. Бірінші жол саны 2-нің n дәрежесі плюс 1. Бізде қанша айнымалы бар? 3. Әрі қарай осы 2-нің n дәрежесі плюс 1 формуласына қоятын болсақ, 2-нің 3 дәрежесі 8 плюс 1 тең болады 9. Әрі қарай баған санын анықтаймыз. Қазір баған саны n деген жаңа айтып өткенімізше 3-ке тең. O дегеніміз амал саны. Бұл жерде A-ның инверсиясы бар, B-ның инверсиясы бар, 2 болып. Одан кейін екеуінің арасында дизъюнкция бар, 3. Одан кейін осы жақшаны сыртынан шығаратын 4-ші амалымыз бар. Одан кейін С айнымалысының инверсиясы және соңғы нәтиже 1, 2, 3, 4, 5, 6 амал бар. Формулаға салатын болсақ, 3 плюс 6 n плюс o деген формула тең болады 9. Енді ақиқат кестесін сызайық. Ол үшін біз сызайық таблицу. 9 баған, 9 жол. Окей. Дәптерге де сыза берсеңіздер болады, егер солай ыңғайлы болса. Бірінші кезекте айнымаларды жазып аламыз. A, B, C. Әрі қарай амалдарды жазуымыз керек. Бірінші амал бізде жақшаның ішінен басталады. A айнымалысының инверсиясы. Екінші амал B айнымалысының инверсиясы. Үшінші амал осы жақшаны орындаймыз. Төртінші амал осы жақшаның инверсиясы. Соңғы амалымыз соңғы емес, жоқ, соңғысы емес, С айнымалысының инверсиясы бар. Соңғы амалымыз барлық осы С инверсиясы мен жақша инверсиясының дизъюнкциясы. Немесе F-ті жазып қойыңызға болады. Енді жаңағыдай қыламыз. 0 және 1 цифрларын қолданып, 3 таңбалы сандарды усилителмен жазамыз. Бірінші 0, 0, 0, яғни тек қана 0-ден тұратын сан. Екінші 0, 0, 1, одан кейін 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, кейін 1, 1, 0, 1, 1, 1. Бұл жерде жол саны қайталанып кетпеу керек, әрқайсы әртүрлі мәндерді қабылдау керек. Шатысып қалмаңыздар. Енді бірінші A бағанның инверсиясынан бастаймыз. Бағанды белгілеп алайық шатыспау үшін. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Мына бағанның инверсиясы. Мұнда жазылады. Әрі қарай мына бағанды кетірейік. B бағанның инверсиясы 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Келесі A инверсия мен B инверсияның дизъюнкциясы. Мына екі бағанның дизъюнкциясы болады. Біз белгілеп алайық. Дизъюнкция бойынша бізде екі бағанда екі пікірде жалған болған жағдайда ғана жалған болады. Қалған жағдайдың барлығында ақиқат. 1, 1, 1, 1, 1, 1, соңғы екі мәніміз 0 және 0. Екеуден жалған болғандықтан. Әрі қарай келесі баған осы бағанның соңғы орындалған амалымыздың инверсиясы. Осы бағанның инверсиясы. Инверсия ол теріске шығару 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Әрі қарай С бағанның инверсиясы белгілеп алайық. Шатысып қалмауымыз үшін 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Соңғы нәтиже соңғы екі бағанның соңғы бағанның оның алдыңғы бағанға ортасында дизъюнкциясы. 1,
0 1 0 1 0 және 1 1 дизъюнкция. Экранда көрсетілген есептің ақиқат кестесі сызық болуы мүмкін мән жердің барлығын қарастырдық. Келесі сабақта біз осы инвертор, конъюнктор және дизъюнкторды сұлбасын сызып үйренетін боламыз.